жедел жұмыстарына байланысты осы жерде жатақханада орналасқан 46 жанұяның қазіргі таңда біз қалада эвакуациялық пунктілер сол кісілерді толық жанұялармен бәрімен орналастырып, олардың суын, тамағын қазір толыққандай қамтамасыз етіп, дәрі-дәрмегі бар, бірінші көмегі бар, психологический бір көмектерінің бәрін оны ұйымдастырып, қазір орналастырдық. Қазіргі таңда қалада құрылған штаб, өзінің жедел штабы бар. Соның қазір мынау жинау жұмыстары жүргізіп жатыр. Енді осының бәрін толық жинап болғаннан кейін, ары қарай толықтай ақпаратты өздеріңізге беріледі. Осы авария болған жағдай, апат болған туралы хабар 23:05-те түсті, 112 телефонына. Сол бойынша біздер оңтүстік өңірлік аэроқұтқару жасағының бір бөлімшесін жібердік. Олар келіп бізге дәлелдеді, что осындай мына Титов 16А-ның 4-ші подъездің бір бөлігі қирап жерге түскен, 1-ші этаждан 5-ші этажға дейін. Қазір кезде осы жерде 82 жеке құрам жұмыс жасап жатыр, қызметкерлер 17 техника бізден, департамент ЧС-тан. Адам шығынын қазір біз қарап жатырық, көреміз. Тұрғындардың айтуынша, КСК-ның басшыларының айтуынша, мына 3-ші, 4-ші подъезде ешкім тұрмайтын не жилой подъезд болып есептеліп жатыр. Ол 10 жақ килода үй алып кеткен пәтер иелері. Ол құлаватқа ешқандай пәтерде адамдар тұрмайды, бос тұрған жер болады. Адам шығыны жоқ. Әкімдіктен бірден звондадым, әкімдіктен бірден халық өзі материалдар келіп, бәрін ұйымдастырып, басқа жердегі ар жағында тұратын 46 тұрғын бар, 46 пәтерде тұратын, 46 пәтердің тұрғындарын бала шағасымен бәрімен әкімшілік тарапынан автобусқа салып, ана мұрагер мектебіне екінші жаққа қоныс аударды. Ертеңнен бастап үйлерін жататын тұрғылықты үйлерін бәрін қай жерден беретінін айтатын болды, бірақ бүгін түнгі уақыт болғаннан бірден тез 1 сағаттың көлемінде автобус алып кетіп, бәрін тиеп, бәрін орналастырып, үйде бәрін жіберді. Чай давали, пряники нам давали. Но мы дома поужинали, кто успел, время-то уже позднее же ведь было. Никто не думал, никто не гадал. Мы собирались эту стенку, хотели, все вместе, кто же проживает, хотели собирать деньги, и чтобы ее отремонтировали как следовать. И вот там в этом, эту стену 2 раза сделали ремонт. И вот все равно. Кто сделал ремонт? КСК делали. А здесь за счет КСК. Медицинскую помощь делали? А как же, конечно. Уже и валерьяночку пили, и все было. Акимату и всем, кто вот нас сюда привез. Спасибо, конечно. Адамдар келді, құтқарушылардың бәрі келіп тексеріп, автобус жалдап, осы жаққа алып келді. Екінші мектепке, мұрагер мектеп лицейіне алып келді. Ыстық тамақ, шай берілді, балдардың памперсін, нелерін бәрін берді. Төсек орын бәрін қамтамасыз етті. Медициналық, медсестралар іште жүр, осы жақта боламыз азанға дейін деді. Алғашқы көмек беріп жатқандарыңызға рахмет айтамын. Алғашқынан кейін уже бәрі келді сразу сол жерде. Сосын сол жерден автобустар келді. Автобустар бәрін осы мұрагер мектебіне, 2-ші мектепке алып келді. Алып келгеннен бірден барлығымызды асханаға апарып, қасымызға келіп, дәрігер жүрді сол жерде медбике. Қасымызға келіп, жағдайларыңыз жақсы ма деп, шайымызды әкеп берді, столовыйдағы кісілер. Рахмет барлығына. Сөйтті да жатын орынға алып келді. Жатын орынға алып келді. Құттай балдарымызға білетін памперс, бүкіл дәрілерін әкеп жатыр. Рахмет, жақсы көмек беріп жатыр.